Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгін монтаждаудың өте оңай жолын көрсетемін. Ол үшін бізге Instagram парақшаларыңыз болса соңғы шыққан тауарларды көрсету. Сол жерден соңғы шыққан астындағы басып, лупаның қасындағы видео рилсқа өтесіздер де, жоғарыда камера тұр, қасында шаблон деген бар. Yes, and I got no. I got 1, 2, 3, 4, 5. Gars, what's up? Je suis dans le secteur. I got hoes in different. Ерекше болған сондай шаблон болса, соны қолданасыздар. Мысалы, мен осыны алып көрейін. Қазір осы хит болып жатыр. No hush, little baby. Немесе осыны қолданады. Мысалы, мен қазір осыны қолданып көрейін. Үстін басасыздар, астында көрсетіп тұр. Добавление мет файлға өтеміз. И алдын ала дайындап болған фотоларыңызды қоясыздар. Мысалы, біріншіге мынаны аламын да, қалғандарына басқасын аламын. Кез келген. Осылайша видеомыз дайын болады. Бұл өте қарапайым, оңай түрі. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай өте көп. Егер тауарларыңыз көп болса, соның барлығын, мысалы, көйлек болуы мүмкін, басқа заттар болуы мүмкін, барлығын солай қойсаңыздар болады. Қазір сіздермен результатымен бөлісетін боламын. Қарасақ кете береді екен, міне. Егер барлығын толтырам десеңіздер де болады, немесе өздеріңізге қажеттісін ғана алсаңыздар да болады. Бүкілін толтырып алудың қажеті жоқ, бірақ тура сондай видео жасап береді. Далее кішкене күтеміз. Көріп тұрғандарыңыздай. Осындай жеңіл жасап береді осылай видеоролик. Енді описаниясына жазып, мысалы, неше түрлі нәрсе жазуға болады. Reels саған кезде міндетті түрде сұрақ белгісімен қалдырыңыздар. Қазір білесіздер, көбісі комментарий жазғысы келмейді, бірақ Reels'тің өзінің шарты бойынша видеоны соңына дейін көріп, комментария, лайк, сақтап алу, біреуге жіберу міндетті түрде. Егер Reels'тарыңыз қызықты болып жатса, до конца көреді ғой. Сол үшін бастапқы 3 секундты қызықты қылып өткізуіңіз керек та. Ары қарай видеоның барлығын соңына шейін көріңіз деген сияқты қылып. Сосын окейді басамыз. Мына жерде өздеріңіздің қалаларыңызды белгілесеңіздер болады. Добавить теги деген бар. Бұл Инстаграмда видеоны саған кезде Инстаграм платформасы сіздің видеоңызды қаға жіберу керек екенін білмейді. Осы тегіге қарап жіберетін болады видеоңызды. Мысалы, мына жерде пицца, не бар тағы да. Осылай өзіңізге қажетті бір 3 сатты белгілесеңіздер болады. Сол бойынша Инстаграм жіберетін болады. Астында шаблоныңызды пайдаланған сайын сізге тоже охват кетеді, көтеріледі.
шаблоныңызды пайдалансын деген сияқты қыласыз. Мына жерде запланировать этот видео Reels деген бұл жерде Reels'ті алдын ала дайындап қою жайында айтып тұр. Мысалы, бүгін сіздің қолыңыз босамауы мүмкін, ертеңге соны датаға қойып пландасаңыздар болады. Келесі, ең астында мынау показать субтитр деген, мне кажется, керек емес, потому что сол сөз, видеодағы сөзді сіздің видеоролигіңізді көрсетпей субтитр шығып тұрады. Сосын ең соңында загружать в самом высоком качестве дегенді ашып қоясыздар. Көбісінде ол жабық тұрады. Сонымен барлығы кетті. Instagram, Facebook-тарыңыз жалғаған болса, Facebook арқылы да барса қосып қойсаңыздар күшті болады. Өйткені Facebook-қа да осы видео түсіп отыратын болады. Келесі, отменить людей дегенге, мына жерде пригласить соавторым дегенге, мына жерде мысалы Instagram'да екі қосылып қалған парақшаны көрсеңіздер, осылай болады. Осы жерге белгілейсіз, және ол адам подтверждение беру керек. Сол кезде ол адамның да рилсына түседі, и сіздің де рилсыңызда тұрады. Получается, екі аккаунттың оқырмандары бір-біріне ауысады. Солай. И дальше поделицаны жіберіп күтеміз. Болды, осылай. Соңғы шыққан тауарларды көрсетуде жалғастырамыз. Смарт үйлер үшін. Егер сіздерге видеоролик жасау қызық болса, осыны жақсылап меңгеріп алып, осылай да жұмыс жасауға болады. Мен мысалы осылай айына 120 мың тауып отырамын, осылай видеоролик жасап. Егер сіздерге де қызық болса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздер Instagram арқылы немесе онлайн табыс тауып жүрсіздер ма? Егер тауып жүрсеңіздер, құпия болмаса қанша суммада. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.